түкпір-түкпірде тек алтынға қойылған үстінде біз Назарбаев зияткерлік мектебі осы қуанышты көптеген іс-шаралар арқылы қаламыздың тұрғындарымен бөлісіп келеміз. Қазақстанның 20 Назарбаев зияткерлік мектебінде Қазақстанның түкпір-түкпірінде біз флешмоб ұйымдастырып жатырмыз. Соның бір айғағы бүгінде біз Қызылорда қаласында жас студенттер сарайында осындай игі іс-шара ұйымдастырдық. Жалпы енді елбасымыздың тәуелсіздік біздің ең басты құндылығымыз деген сөз бар. Расында да біздер үшін ең басты құндылық ол тәуелсіздік. Сондықтан да біз жастар болып, Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы болып, өзіміздің тәуелсіздігімізді осындай бір сый тарту еткіміз келді. Нағыз қазақ емес домбыра дейді ғой. Сондықтан осындай домбыраның күмбір дауысын естіп, көңіліміз құлазып, осындай қазақы күйлерді біз осындай жерлерде естігенімізге қуаныштымын. Әрине біздің балдардың ойнағаны ол одан сайын ерекшеленіп отыр. Сондықтан балана еркіндік беру керек, бірақ еркіндік бергенмен де бағыт-бағдар беру керек. Осындай бағыт-бағдар беріп отқан Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздары да, оқытушылары да биіктен көрінуге деп ойлаймын. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігімен құттықтау өткім келеді. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі жасай берсін, жайнай берсін, еліміз көркейе берсін.